Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге түркі қазақ арнасы, және біз бүгін Отырар қаласы жайлы айтатын боламыз. Яғни, Отырар қаласының күйреуіне кім себеп болды, және оның кейінгі тағдыры жайлы әңгіме жүргіземіз, құрметті ағайындар. Бірінші кезекте біз Отырар тарихын қозғау үшін сол заманға, яғни орта ғасырларға, Шыңғыс хан мен Хорезмшахтың дәуіріне, заманына қайтып баруымыз керек болады екен, құрметті ағайындар. Сол себепті де мен мынау картаны ашып алдым. Міне өздеріңіз білетіндей, қазіргі көне Отырар қаласы мына маңда орналасқан. Жалпы бұл дәуірлерде, сол кезде Шыңғыс хан мен Хорезмшахтың дәуірінде Отырар, одан кейін Сығанаққа дейін, міне Сығанақ осы төңіректерде орналасқан, Сығанаққа дейін Хорезмшахтың билігінің қолының астында еді. Бірақ ол қай кезде Хорезмшахтың қол астына өтті? Соған біз тоқтала кетейік. Бұл өте маңызды ақпарат, себебі мынау Кеңес одағы дәуірінде оқытылған тарихқа көз назар салатын болсақ, мынадай көзқарас қалыптасады. Қараңыздар, біз мысалы оқыған тарихта тыныш жатқан қазақтардың ата-бабасы Отырарға кенеттен моңғолдар шапқыншылық жасап, осы төңіректің бәрін жаулап, қырып, еркектердің басын алып, әйелдердің, екіқабат әйелдерге дейін қарнын жарып, өлтіріп, қанын ағызып, кітапханаларды өртеп, қаланы түбегейлі қиратып, солайша аса жауыздықпен біздің қазақтардың ата-бабаларын қирап тастаған деген ұғыммен оқытады. Сондай ұғым қалыптасқан. Оны баршамыз білеміз. Ал шын мәнінде қандай болған еді? Соған біз назар салайық. Шын мәнінде осы туралы жазылған көптеген деректер бар. Ол да болса Шараф-ад-Дин Әл-Яздидің Зафарнама кітабы, одан кейін Жамиғат Тауарих кітабын білесіздер өздеріңіз, Рашид-ад-Дин Хамаданидің, ол жерде де ол мәселелер кеңінен жазылған. Одан кейін Әмір Темірдің немересі өздеріңіз білетіндей Самарқандта басшы болған, Самарқандтың әмірі болған Ұлықбек, ол да кітап жазған «Төрт ұлыс тарих» деген. Сол төрт ұлыс тарихта да осы жағдайлар кеңінен баяндалған. Міне қазір осы кітаптан мен сіздерге бір үзінділер келтірем. Бұл видео сәл созылуы мүмкін, дегенмен бұл керемет ақпараттарға толы кітап. Және де керемет ақпараттар. Неге дейсіздер ғой? Себебі біздің Кеңес одағы дәуірінде оқытқан тарих, ол тарихты біз әлі күнге дейін оқып келе жатырмыз. Ол тарих біздің қазақтың шынайы ұлттық бір мүддемізді көтеретін тарих емес ол. Ол біздің қазақтардың мүддесін көздейтін тарих емес. Ол керісінше қазақтардың мүддесіне қарсы тарих. Қазақтардың абыройына нұқсан келтіргісі келетін тарих. Неге дейсіздер ғой? Себебі қараңыздар, егерде біз қазақ халқы бізге моңғол шапқыншылық жасаған болса, біздің еркектерімізді қырып, әйелдерімізді бодандыққа алып, оларды жаңағыдай құлдықта ұстап, олардан ұрпақ тудырып, солайша сондай іс-әрекеттер жасайтын болса, бұл қазаққа абырой алып келетін дүние емес бұл. Біздің тарихты оқитын болсақ, тек қана осы қазақ халқы моңғол шапқыншылығы, одан кейін жоңғар шапқыншылығы, осы нәрселер ғана есте қалады. Неге? Ол сол сәттерді қатты оқытады. Бұл сол Кеңес одағы дәуірінде әдейі жасалған саяси сондай бір ақпараттық жүйе болған. Оның мақсаты не? Оның мақсаты біздің қазақ халқының рухани әлеуетін төмендету. Яғни қазақ халқын өз тарихын ұмыттыру арқылы олардың бір бас көтеруіне, олардың бір өзіндік ішкі бір қайрат, жігер, намыс деген сияқты сондай бір дүниелерін өлтіруге бағытталған сондай жүйе болған. Жалпы түркі халықтарының тарихын зерттеуге тыйым салды Кеңес одағы дәуірінде. Мына орыстардың бір ғалымының керемет сөзі бар. Өз тарихын ұмытқан ел, халық құрдымға кетеді дейді. Бұны Михаил Ломоносов айтып кеткен. Көрдіңіздер ма? Егерде қандай бір елді түп тамырымен құртам десеңіз, оның бірінші кезекте тарихын құрту керек деп жазды Кеңес одағы дәуірінде. Біздің қазақтың тарихында қазақты құрту мақсатында өзгертті.
Солайша қазақтың санасында әдейі моңғолдар шапқыншылық жасаған, қазақта мемлекет болмаған, қазақта жер болмаған, қазақта ұлттық деген нәрсе болмаған, тіл болмаған, дін болмаған, салт, дәстүр, ата баба ғұрып деген болмаған. Содан қазақтар сол ешқандай бір ұлт ретінде қалыптаспаған, бытыраңқы, шашыраңқы, жартылай жабайы тайпалар, халықтар болған деп солайша оқытты. Бұл әрине өтірік әңгіме. Бұл өтірік әңгіме. Біз бұны қазір осы кітаптан тың деректер келтіреміз. Енді қараңыздар. Бұл Кеңес одағы дәуіріндегі жасалған саясаттың мақсаты мынау Сібір халықтарына жасалған саясатқа өте ұқсас. Мысалы, Хакасия елі, Чукоткадағы чукчалар, мысалы, Сахалиндегі сахалар, немесе тағы да тывалықтар, башқұрттар, сол сияқты сондай көп майда халықтарды қазіргі таңда түп тамырын, тарихын жою арқылы бір ұлт ретінде тарих сахнасынан өшіріп жатқан жағдайы бар. Тіпті осы чукчалар жайлы қазір мысалы чукча десе бірінші кезекте есімізге анекдот түсетін жағдайға жеткізген. Неге? Бұл чукча дегенде бұл да ұлт, бұл да халық. Бұлардың да өзінің тарихы болған. Бірақ та қазіргі таңда қандай жағдайға жеткізді? Әртүрлі сондай сорақы бұрмаланған тарихи ақпараттар арқылы үлкен тайпалар мен қауымдардың, ұлттардың тарихтарын жою арқылы олардың ұлттық мүддесін жойып, халық ұлт ретінде әлемнен, жер дүние жүзінен жойылып кетуіне септік жасап жатыр. Қазір мысалы сол чукчалар кім десе, немесе сахалықтар, тывалықтар, басқа сондай майда халықтар өте көп Сібірде. Солар кім десе білмейтін адамдар өте көп. Міне енді біз өзіміздің тақырыпқа оралайық. Бұны айтып өтпеске ләжі жоқ еді. Себебі біз өзіміздің тарихымызды, түпкі негізгі шынайы ақиқат тарихымызды білуіміз керек. Құрметті ағайындар, сонда ғана біз өз тарихын сыйлайтын, өз елін жақсы көретін, өзінің Қазақстанын, жерін жақсы көретін, сондай адамдар бізде пайда болады, Құдай қаласа, деп үміттенеміз. Енді міне мен сіздерге айттым, Отырар қаласы осы маңайда еді. Хорезм шах бұл маңайларды жаулап алудан бұрын, қараңыздар, сол 4 ұлыс тарихы кітабында да келтіріледі бұл ақпарат. Бұл жерлерді Түркістан уәлаяты мен Мауреннахрды қытайлар жаулап алған еді дейді. Ол қалай болды екен? Ол тарихты былай деп келтіреді. Машиннан, Қытайдан өте көп қауым, кейбір ақпараттарда 80 отбасы деп айтылады дейді, кейбір ақпараттарда үлкен бір топ келді да қырғыздар мен қарлықтардың мекеніне, жеріне келіп қоныстанды дейді. Ол Машин деген қай жер дейсіздер ғой? Ол Машин деген міне мынау жерлер, мен сіздерге айтайын. Міне бұл жерде Машин деген тау да бар. Міне Машин деген үлкен мемлекет, бұл сол кездердегі мемлекет, мына Ченду деген, ол кезде хан балықта деп атаған бұл Чендуды. Осы жерде болған. Бұл жердегі жаңағы Қытайлардан бөлініп шыққан жаңағы қауым өздерін қарақытайларымыз дейді. Олар кейін мына жаққа қарай, батысқа қарай келіп, сол қырғыздар мен қарлықтардың сол жайынан орын алады екен. Мына Ченду жайлы айта кетейін, бұл Чендуды осы күнге дейін Пекин деп келе жатыр. Пекин емес, шын мәнінде негізі Машиннің Қытайлардың астанасы болған бұл Ченду деген қала. Бұны сол кітапта жазған, Чендуды тағы да ханбалық деп те атайды деп жазып қойған. Так, одан кейін осы жерден сол үлкен қауым бөлініп шығып, қырғыздар мен ненің қарлықтардың жеріне барып орналасады. Ол жерде соғыстар пайда болды дейді. Қырғыздармен шығыспай қарақытайлықтар соғысып, одан кейін Еміл өзенінің жағалауына келуге мәжбүр болды дейді. Еміл өзені деген қайсы ол? Еміл өзені деген міне мынау Алакөлден ағып шығатын өзенді Еміл өзені дейді. Міне мынау Алакөлден ағып шығады, бұл Еміл өзені, міне мына жаққа дейін келеді бұл. Міне осы жерлерге дейін міне Еміл өзенін көрсетіп қояйын сіздерге. Міне Еміл өзені. Міне осының тұстарына, осы жерлерге келіп жайғасады қарақытайлықтар. Одан кейін қарақытайлықтар күшейіп, күштері көбейгеннен кейін олар оңтүстікке қарай жайлап кеңейе бастайды. Одан кейін сол кітапта жазуы бойынша сол дәуірлерде дейді,
сол дәуірлерде Түркістан уәлаятының патшасы әлсіз болды дейді. Ол қаңлылардан, және тағы бір рудың атын айтады, мен қаңлы есімде қалды, қаңлылардан жеңіліс тауып, сол қаңлылардан пана сұрау мақсатында, енді Түркістан деген ол үлкен алқап, Түркістан деген мына қазір көрсетем сіздерге, мына жердің барлығы кезінде Мауараннахрдан былаймын, Сырдариядан былай қарай Мауараннахр, былай қарата бәрін Түркістан деген ғой. Сол жерлерде қаңлылардан жеңілгеннен кейін патшасы пана сұрап Гүрханға не жіберді дейді. Гүрханнан көмек сұрап, солайша соңында ақырында Гүрханға өзінің патшалығын берді дейді. Гүрхан сол қаңлылардан жаңағыдай қорғау мақсатында өз панасын ұсынып, солайша сол патшаның тағына отырды дейді. Солайша бүкіл Түркістан Гүрханның иелігіне өтті дейді. Гүрхан деген естеріңізге сала кетейін, ол Қытай. Будда дінін ұстанатын, сондай пұттарға табынатын Қара Қытай өкілі. Солайша біздің жерлерді қытайлар сол кездерде қарақытайлықтар басып алғаны сол кітаптан белгілі болып отыр. Ол сол отырарда, сығанақта бәрін сол қытайлар басып алған еді. Солайша өмір сүріп келе жатқан. Тағы да ол сол басып алған кездерде сол біздің ата-бабаларымыз сол солтүстікке қарай, жоғары қарай қашқан болса керек. Енді қалған құтқандары сол отырарда да, сығанақта да өмір сүрсе керек. Ол да айтып өтілуі қажет мәселе. Енді содан кейін ол кезде тағы қандай оқиға болып жатыр еді. Ол кезде Шыңғыс хан, өздеріңіз білесіздер, Шыңғыс хан мына жерде Қарақорым осы жерде болғанда, Бұқтарма Кеңес одағы дәуірінде 1956 жылы ма қателеспесем осы жерге үлкен су қоймасын салатта, сөйтіп бүкіл Қарақорым қаласын, Шыңғыс ханның астанасы болған Қарақорымды судың астына батырып жібереді. Содан Қарақорым қаласы қазір бұл жерде біз көріп отырған жоқпыз. Егер де сол орыстар батырып жібермегенде, сол Кеңес одағы дәуірінде, біз осы жерде Қарақорымды әлі күнге дейін көретін едік. Себебі осы жерлерді Қарақорымский уезд деп атаған кезінде, ол тарихи факт. Ол қазіргі таңда да бұрынғы сол Кеңес одағы дәуірлердегі карталарда ол Қарақорымский уезд деген сосындай уезд болған осы жерде. Так, енді Қарақорым, Шыңғыс ханның астанасы осы жерде Қарақорымда еді. Осы жерде Ертіс өзенінің бойында Қарақорымда еді. Ол сол кезде осы жердегі жалайырларды, керейлерді, наймандарды, меркіттерді, Дулат, басқа да, Қоңырат деген сияқты басқа да рулардың барлығын біріктіріп, Тайжуыт бар, бәрін біріктіріп, түркілерді біріктірумен айналысып жатыр еді. Ол одан кейін Таян ханды жеңді, Таян ханды жеңді. Таян хан ол наймандардың патшасы еді. Таян ханның баласы күшлік Гүрханнан барып пана тапты. Гүрхан дегеніміз жаңағы Еміл өзенінің жағалауына барып жайғасқан Қара Қытай. Қытай Гүрханның панасынан қол тапты. Қолының астына барды Гүрханға. Оның қызын алады Гүрханның. Қызына үйленіп, солардың дінін қабылдайды. Сол 4 ұлыс тарихта солай деп жазған. Пұтпарас деді дейді. Кімді? Күшлікті. Сол Найман ханның баласын күшлікті пұтпарас деді. Пұтқа табынатын еді дейді. Әйелі болса Насара еді дейді. Насара деген, Насарани ол христиан деген сөз. Солайша сол жерден қашып кетіп күшлік табады. Одан кейін Шыңғыс хан ата-бабаларының өсиетіне сәйкес, өздеріңіз тарихтан білесіздер, Шыңғыс ханның ата-бабалары болып табылатын, аталары болып табылатын Қамбағай Баһадырды қытайлықтар қан қақсатып, әдейі ағаш есекке байлап қойып, шегелеп, азаптап өлтіреді бейшараны. Одан кейін тағы да бір атасын Шыңғыс ханның азаптап өлтірген болады. Ол тарихта қалады. Солайша оны кейін Жесүгей Баһадырларға да, одан кейін Құтыла Қаған деген болады. Құтыла Қаған бірнеше рет қытайларға жорық жасайды, сол аталарымның кегін алам депші. Бірақ олар мардымды кек ала алмайды. Бірақ сөйтіп олар хатқа түсіріп, қағазға жазып кетеді. Біздің қандай ұрпағымыз болмасын, осылардың түп тамырына дейін қырып тастамағанша осы істеген істері үшін солайша сондай деп өсиет қалдырады ұрпағына. Кітап жазып қалдырып кетеді, былайша айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда. Сөйтіп Машын, Жұрша уәлаяттарын сол жаңа қытайлардың жерлерін басып алып, қирату туралы өсиет қалдырады, былайша айтқанда. Содан Шыңғыс хан ұйғырларды бағындырып болғаннан кейін, міне ұйғырлардың жері, ұйғырларды бағындырып болғаннан кейін
Жетіқұт ұйғырлардың патшасы сол кездегі, Шыңғыс ханмен бірге сол ұйғырлардың уәлаяты арқылы жүреді. Міне сол Қарақорымнан бұлай қарата жүріп, олар осы Машын, Жұрша, одан кейін барлығын басып келіп, таудан да өтті дейді, жазықтықтан да өтті дейді. Солайша үлкен қалаларын алып, кейін Чендуға келді дейді. Чендуға келетті, сөйтіп, оны Ханбалықта деп атайды, Чендуға келіп, одан кейін артқа қайтады дейді. Артқа қайтады. Неге? Себебі бұл жақта сол жаңағы өздеріңіз білесіздер, наймандар сол жаңағы күшілік қайттан көтеріліс жасауы мүмкін. Одан кейін әлі көптеген мынау Ертіс өзенінің солтүстік жақтарында да әлі көптеген тайпалар бағындырылмаған. Солай көтерілістер болғаннан Шыңғыс хан артқа қайтуға мәжбүр болады. Солайша сол күшілік Гүрханмен бірігіп алғаннан кейін Гүрханға айтады: мен Шыңғыс хан Қытайда жүрген кезде мен осы жердегі наймандардың барлығын дейді. Міне осы төңіректерде қазіргі күнге дейін наймандар осы жерде жасайды, өзі білесіздер ғой. Осы Ертістің солтүстігінен мынау Омбыдан Іле өзеніне дейін өздеріңіз білесіздер ғой, наймандар шашырап